Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Қазір сезон свекла, морковь пісіп жатқан уақыт. Жарты сәбіз және де жарты свекланы турап, блендерге салып, 1 стакан су құйып, езіп, дайын күйінде ішіп аламыз. Бұл дегеніміз бауырдың қызметін жақсартады, қан қысымын төмендетеді, гемоглобинді көтереді, организмге керекті дәрумендермен қамтамасыз етеді. Осындай смузи жасап ішуге кеңес беремін. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін Б дәрумені ықпал етеді. Қызылша құрамында бұлшықет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп. Қызылшаның құрамында көмірсулар, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, А дәрумендері негізі және С, В1, В6, ПП, Е дәрумендері және де фолий қышқылы бар. Және де қызылша ағзаны тазалайды, шаршағанды басады, қан азықтың алдын алады және де қатерлі ісіктен қорғайды. Қызылша шырыны өт жолдары мен ішектерді тазартып, асқазанды емдейді. Қызылшада иод көп. Қызылшаға темірдің сіңуіне әсер етеді. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетінін дәлелдеген. Демек, бұлшықеттерге ауа түсуін арттырады. Қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі? Бірінші, қан қысымын, зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальций себепті қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәсірінен күнде табылуы керек. Іш қату кезінде қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлаңыз, нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Және де қарсы көрсетілімдері бар. Егерде сізде қант диабеті болса, несеп тас аурулар болса, іш өтуіне бейімділік болса, қолдануға болмайды.